халқында ер жігіттің білек күші мен әдіс айласын арттыратын спорттық ойындар жетерлік. Олардың қатарында көкпар, аударыспақ, жамбы ату сынды ат спорт ойындары бар. Бұл ойындар қазақтың төл дәстүрін, қазақилығын танытады. Аударыспақ салт аттылардың бірін-бірі ер үстінен аударып алу сайысы. Бұл ойынға қайрат күші мол, батыл да төзімді, шапшаң қимылдап, ат құлағында ойнай білетін жігіттер қатысады. Ежелгі заманнан келе жатқан бұл ойын жаугершілік кезінде найза ұстап, қылыш шабатын жауынгерлерге қажетті қасиеттерді қалыптастырған. Аударыспақ қазіргі кезде де шопандар тойында, мерекелерде спорт ойынының бір түрі ретінде көрсетіліп жүр. Жамбы ату ойынын көшпенді халқымыз жауынгерлердің жауынгерлік қабілетін жетілдіру үшін ойлап тапқан. Ол алдымен әскери жауынгерлік дайындықты нығайту болса, екінші тараптан ел арасында мергендерді анықтап, сыналған садақшыдай арнайы топ жасақтау үшін ұйымдастырылған. Жамбы ату жауынгерлердің шеберлігін дамытатын ойын түрі екені даусыз. Көкпар ұлттық ат спорт ойындарының бірі. Ойынның атауы көк бөрте деген сөзден шыққан. Көкпарға 4-5 жасар серкенің семізі таңдалған. Орташа салмағы 20-30 келідей болады. Басқа малдың терісі жыртылғыш болғандықтан көкпарға тартпайды. Көкпар жігіттің күш-жігерін, төзімділігін, батылдығы мен ептілігін, ат үстінде отыру шеберлігін сынайтын ойын түрі. Сонымен қатар көкпарда аттың жүйріктігі мен бабы да бағымдалады. Аталған ойындардың барлығы да азаматтың бойындағы батылдықты, төзімділікті, табандылықты арттырады. Дәстүрлі қазақ қоғамында ұл бала шаңырақтың иесі, ер азамат, ата-ананың қамқоры болып саналады. Сәйкесінше әке ұлының ержүрек, батыл болып тәрбиеленгенін қалайды.